Қалайсың? Жағдайың жақсы ма? Бәрі дұрыс па? Жақсы. Тез келдің ғой, өзіңде қалай? Үйде бос отырған жоқпын ба? Сен хабарласқан соң бірден шығып кеттім. Көңіл күйің жоқ қой? Не болып қалды? Әлде Нұрболмен ұрысып қалдың ба? Сен маған жайдан-жай хабарласпайтын едің ғой? Жоқ, сәл келіспей қалдық. Сендер бұрын ешқашан ұрыспайтын едіңдер ғой? Не болып қалды? Сол пәтер мәселесі ғой. Бүгін бір жақсы пәтерді көрдік. 5 жыл бойы ақша жинап жүргенімізді білесің ғой. Бірақ әлі де аз болып тұр. Қанша жетпей жатыр сонда? Қанша жетпегенде бүгін ғаламтордан пәтер қарап отқанбыз. Бір сайт тауып алдық. Пәтерлері арзан екен, бірден менеджеріне хабарластық. Олар келіп барлығын түсіндіріп кетті. Пәтердің құны 6 миллионға жетер жетпестей тура біз іздегендей. Енді бұл ұсыныстың саған не ұнамады? Әлде Нұрболға ұнамай қалды ма? Не үшін Нұрбол екеуің сөзге келіп қалдыңдар? Түсінесің бе, бұл пәтер 2 есе арзан болып тұр. Бұндай пәтер жақсы бола ма, болмай ма білмеймін. Қазір ондай жаңадан салынған үйлердің тез қирап жатқан, естіп жатқан шығарсың. Соны уайымдап отырмын. Құдай-ау, несіне уайымдайсың? Барлық нәрседен жамандық көруге болмайды ғой? Мүмкін шынымен де науқан болып жатқан шығар. Тек қана жамандықты ойлай беруге болмайды ғой? Білмеймін, өмірімізде көп жақсылық болып жатқан жоқ қой. 5 жыл болды екеуміздің ерлі-зайыпты болғанымызға. Не бақыт жоқ, не нәресте жоқ. Шынымды айтсам түсінбеймін. Ақшаның артынан ғана қуып жүрміз. Ол да ештеңеге жетпей жатыр. Нәрестелі бола алмай жүрсіңдер ме? Баяғыдан осы нәрсе туралы сұрайын деп едім, ыңғайсызданып жүр едім негіз. Жоқ, Нұрбол екеумізде де барлығы жақсы. Бірде жүкті болып қалғам ғой. Нұрбол қатты қуанбады. Пәтер алған соң ғана балалы боламыз ғой деп келістік қой деп Нұрбол маған ренжіді. Сосын түсік жасаттың ба? Жоқ, мен ондайға бара алмаймын ғой, білесің. Әкесінің қаламағанын бала сезген ғой деймін. 2 айлығында түсіріп алдым. Сол күннен бастап Нұрбол екеуміздің арамыз дұрыс емес. Жақсы көрмей қалдың ба? Жоқ, жақсы көремін. Бірақ баламызды қаламағанына ренжіп қалдым. Бір шетінен мен Нұрболды да түсінем. Басында үйі болмаған соң ертең балама тамақ тауып бере алам ба деп уайымдайды ғой. Шынымен де мен ол жағын ойламаппын, өз қайғыммен жүре беріппін ғой. Сонда Нұрболға ұнаған ұсыныс саған ұнамай қалып, сол үшін екеуің ұрысып қалдыңдар ма? Иә, кер тартасын деп ренжіді маған. Шынымен де Нұрболдың орнында болсам, мен де ренжитін едім. Пәтер бағасы 2 есе арзан болып тұрса, бұл тағдырдың берген сый емес пе? Осы әйелді түсіне алмай қойдым. Бала қалайды, бірақ ол баланы ертең асырауды да ойлау керек қой. Екеуі 2 жақтан жұмыс істеп жатқан күннің өзінде ақшалар жетпей жатыр. Сол жағын неге ойламайды екен? Досым туралы бұлай айтуға болмайтын шығар. Бірақ мен бар жағдайға ашық қарап үйренген адаммын. Себебі бұған дейін де өмірдің талай тәлкегіне түстім. Өмірлік тәжірибем бар деп айтсам да болады. Сен одан да Нұрболдың көңілінен шығуға тырыс. Қазір ұрсатын уақыт емес. Тек алға қарай ұмтылу керек. Иә, сен дұрыс айтып тұрған шығарсың. Шығарсың деймісің, біле білсең, мен сенен өмірді көп көріп тастағам. Сен қазір Нұрболға қолдау көрсетуің керексің. Егер де сен оған демеу бола білмесең, ол сынып қалады. Алға ұмтылуы, қайта тұруы екіталай. Түсіндің бе? Жарайды, сенің айтқаның болсын. Өзің пәтерді алғың келе ма? Иә, қатты қалап тұрмын. Жинаған ақшамыз да көп емес еді. Ал бұл пәтердің 15%-ына жетіп қалады. Қалғанын қарызға алармыз. Мәне қара, өзің де қатты қалап тұрсың ғой. Одан да сен қазір Нұрболды қолдап, оған демеу бола біл. Науқан бітпей тұрғанда пәтерді алып алсаңдаршы. Әйгерімнің ішкі жан дүниесі алай-дүлей болып күресіп жатыр. Бір жағынан армандаған пәтерінен бір адымдай жерде тұр, ал екінші жағынан Әйгерім пәтер сатып алған соң балалы